Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Мұқағали Мақатаев. Ертең біз жол жүреміз. Сабақтың мақсаты тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну. Шығарманың идеясы мен мазмұнына байланысты автордың ойын бағалау. Оқылым айтылым тапсырмасы, 4-ші тапсырма. Мұқағали Мақатаевтың өлеңін мәнерлеп оқы. Өлең не туралы? Түсінгеніңді айт. Ертең біз жол жүреміз. Жасың бар, жігіт желең, шалдарың бар. Ертең біз жол жүреміз, қамданыңдар. Жол ұзақ, биік асу, сапар алыс. Жаз өтер, күз де кетер, тақалар қыз. Қамданыңдар, болашақ деген елге. Қандай біз сый-сияпат апарамыз. Қорқауды, өсекшілді қатар қалма. Кеселін тигізеді сапар қалда. Не бетімізді айтамыз болашаққа, жатқылықты қалдырмай апарғанда. Жамандық атаулыны қалдырыңдар, суға батыр, от өрте жандырыңдар. Болашақ деп аталған өлмес өшпес, жақсылықтан жаралған тағдырың бар. Қыз қырқын, жігіт желең шалдарың бар. Ертең біз жол жүреміз, қамданыңдар. Тірі жетсең, болашақ өз айтады. Қайсыңның қанша пұттық салмағың бар. Бағалау парағы. Өлеңді мәнерлеп оқиды, 1 ұпай. Түсінгенін айтады, 3 ұпай. Сөйлеу сауаттылығын сақтайды, 1 ұпай. 7-ші тапсырма. Жазылым тапсырмасы. Ақын адам бойындағы қандай қасиеттерді ерекше бағалайды? Өлеңнен қандай ой түйдің? Ойыңды қысқаша жаз. Жазылым тапсырмасы бойынша бағалау парағы. Ақын адам бойындағы қандай қасиеттерді бағалайтындығын анықтайды, 1 ұпай. Өлеңнен қандай ой түйгендігін айтады, 2 ұпай. Өз ойын қысқаша баяндайды, 1 ұпай. Сауатты жазады, 1 ұпай. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.